саламатсыз. Біз әдеттегідей назарларыңызға филиал тынысының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Бүгінгі бейсенбі академияның Жамбыл облысы бойынша филиалына арналады. Дәл қазір мұнда 16 адам жұмыс жасайды. Оның ішінде бір профессор, бір PhD доктор және 4 магистр бар. Мұндағы қызметкерлердің ғылыми тәжірибелік әлеуетінің зор әрі жан-жақты екендігінің бір дәлелі ретінде филиалда дайындалып, болашақта академияда және барлық филиалдарда енгізу жоспарланып отырған мемлекеттік органдардан келіп түсетін тыңдаушылардың сауалнама өтінімдерін қабылдау және өңдеуге арналған арнайы веб-платформа пилоттық режимде қолданысқа енгізілген. Бұл платформа қазірдің өзінде өміршеңдігін көрсетуде. Филиал мамандары оны қолдану академия мен мемлекеттік органдардың арасындағы құжат алмасу процесін барынша қолайлы болатындығына сенімді. Сандарды сөйлетсек, 2021 жылы филиалда қайта даярлаудан 274 мемлекеттік қызметші, ал біліктілігін арттырудан 1083 азамат өтті. Сонымен қатар былтырғы жылдың 15-19 қарашасы аралығында бірқатар жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілеріне және Жамбыл облысының жобалық басқару және цифрландыру орталық қызметкерлеріне арналған жобалық менеджмент ISO 21500 сертификациясына дайындық тақырыбындағы біліктілікті арттыру семинары ұйымдастырылды. Нәтижесінде 12 қызметкер қатысып, 8 маман сертификатталған. Бұдан бөлек филиалда бірқатар әлеуметтік жобалар жүзеге асырылуда. Оның ішінде жібек жолы жауһарлары, болайық үйде кітаппен бірге әлем таныған кітаптар, айтарым бар және туған күніңмен балақай атты жобалары бар. Жамбылдағы филиалдың тыныс-тіршілігі осындай. Айдарымыздың келесі санында жүздескенше.